Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі үлпілдеген десерттің жасалу жолын көрсететін боламын. Дайын қаттама қамырдан жасалады, еш қиындығы жоқ. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен осындай мұздатылған қаттама қамырымызды сәл жібітіп алып, керекті мөлшерімізге бөліп алатын боламыз. Ені мен ұзындығы бір-біріне тең болу керек. Яғни менде 8 сантиметрдей болды. Ендігі кезекте квадрат қамырымызды осылайша пышақтың көмегімен кесіп шығатын боламыз. Барлығы анық нақты видеода көрсетілген. Осылайша кескеннен кейін бір-біріне кереғар жүргізіп, осылайша қолдың көмегімен қаттырақ бекітетін боламыз. Себебі қатты бекітпесеңіз, пісу барысында ашылып кетуі мүмкін. Сол себепті бар күшіңізді салып, дұрыс ұстап бекітуіңіз сұралады. Осылайша қамырымызға формасын беріп болғаннан кейін пергамент қағазының үстіне орналастырып, орта жағын шанышқының көмегімен осылай кесіп шығуымыз қажет. Әдемі, аппетитті болып пісуі үшін қамырымызды жұмыртқаның сары-уызы мен сүт қосылған қоспамен сылап шығатын боламыз. Егер сіз жұмыртқа жаққыңыз келмесе, онда ол өз еркіңіз. Бірақ пісу барысында қоспамен сыласаңыз, әдемі көз сүйсіндірерлік қызғыш цветке боялып пісіп шығады. Мінекей осылай асықпай барлық жеріне жағып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешімізге бар жоғы 15-20 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Сол кезде осындай керемет үлпілдеген, яғни воздушный болып шығады. Ендігі кезекте салмасын салуға кірісейік. Ол үшін ортаңғы жағын шанышқының көмегімен төмен басып шығуымыз керек, яғни орын босатуымыз керек. Бұның салмалардың жасалуы да оп-оңай. Бізге сондағы бар жоғы шоколад және кілегейлі крем және өзіңіздің ұнататын жеміс-жидегіңіз. Осылайша шоколадты ыңғайлы болу үшін целлофан пакетке салып, ыстық суға салып алсаңыз жеткілікті. Ал төменде осы кілегейлі кремнің қалай жасалуының ссылкасын қалдырып кететін боламын. Ешқандай қиын емес. Бірақ та осы жерде айтып кетейін. 150 мл салқын сливкиге 40 граммдай сахарный пудра салып, орташа жылдамдықта араластырсаңыз, осындай қоймалжың крем шығатын болады. Мінекей шоколадымыз өзімізге керекті біркелкі консистенцияға келіп еріді. Енді қайшының көмегімен басқа жағын кесіп жіберейік. Құюға ыңғайлы болу үшін ең алдымен осы піскен қамырымыздың ішіне салма ретінде осы шоколадымызды құйып шығатын боламыз. Содан кейін кілегейлі кремімізді салып шығамыз. Бұл десерт дайын болған кезде жеген де арманда, жемеген де арманда болатындай керемет десерт болып шығатынына сенімдімін. Мінекей шоколадтарын құйып шықтық. Енді кілегейлі кремін орналастырып жатырмыз. Содан кейін беткі жағына өзіңіз ұнататын жеміс-жидекті орналастырсаңыз болады. Ол мүмкін құлпынай болар, таңқурай болар, қалағаныңызды орналастырсаңыз болады. Жалпы өз басым көптеген десерт болсын, торттар болсын, пирогтар болсын, осы құлпынаймен әсемдегенді ұнатамын. Қып-қызыл және жапырағының сочетаниясының өзі барлық десертіңіздің көркін ашады. Мінекей осылай әдемілеп орналастырып шықтық. Беткі жағын қалған ертілген шоколадымызбен әсемдеп шықтым. Мінекей дайын болды десертіміз. Орта жағын кесіп көрсетейін разрезде. Ішінде начинка ретінде шоколады бар. Сондай дәмді болып шығады.